Сәлем достар. Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз TikTok'та хит болып жатқан Кошачьи царапины деген ойынды ойнаймыз. ол ойынның несі қалай? Бастамасы? Шарты ма типа? Иә, шарты қалай болады? Шарты басында адам красный дверь, желтый дверь сияқты адам жастыққа алдына жатады. Содан кейін бүйтіп басын ете береді. Содан кейін бір легенда историяны айтады. Сол история бойынша біздің жертвамыз Сағадат болады. И вот сол Сағадаттың бетіне бүйтіп кошачьи царапина шығу керек. Сен историяны айтқан кезде, иә? Иә, айтып болған кезде уже кошачьи царапины болу керек. Достар, біз TikTok'та қандай нәрсе хит болады, соны түсіруге тырысамыз сіздер үшін. Сіздер де соған сәйкес бізді қолдап кетіңіздер. Алдыңғы видеоларымыз жақсы 1000 просмотрдан асты. Бұл жолы да 1000 просмотрға асырып жіберіңіздер. Содан кейін біздің Ла-бу-бу деген видеомызды просмотрын асырып жіберсеңіздер. Сіздер бізге просмотрды асырып қарасаңыздар, до конца қарасаңыздар, біз де шабыттанатын боламыз. Негізі біз осы кошачьи лапкиді Царапины. Кошачьи царапины деген видеоны түсіреміз дегеніне қанша күн болды қазына? 2 күн болды. 2 күннен асты негізінде. Негізінде біз анау лапки, демеді? Лабубуды түсіреміз деп жүргенде қазына соны айтып жүрді. Мен түсінбей жүрдім. TikTok'та хит, мама соны түсіріп көрейік деді. Сонымен мен оны түсінген жоқпын, бірақ до сих пор әлі түсінген жоқпын. Менің пайымдауымша ол видео красный дверь, желтый дверьге ұқсайды, мына жағын ұстап жатып. Ол просто мынандай ғана ұқсайды және алдына жатуына ұқсайды. Әйтпесе бәрі басқа ғой. Басқа ма? Енді сіздермен бірге мен де тамашалайтын боламын. Мен оператор, рөлде ойнайтын Қазына мен Сағадат. Ал енді бірге кеттік, тамашалаймыз. Достар, біздің влог каналымызға обязательно тіркеліңіздер. Сол влог каналды 1000 подписчикке жіберуіміз керекпіз. Енді жаз келді. Жазда әртүрлі қызықтар болады және суға түсу болады. Біз уже келесі апталарда, сондайларда, наверное, уже бассейнге барамыз. Қашан күн Сарыөзекте ыстық болады, сол күні именно бассейнге барғанымызды сіздерге түсіретін боламыз. Достар, және де тағы бір айта кететін жайт бар. Біздің подписчик деген жерді 10 000-ға жеткізеріңіздер. 10 000-ға сәл-пәл ғана жетпей тұр. 2000 ба? 1000 бір бәле. Не, 1000 бір бәле жетпей тұр. Так что достарыңызға біздің каналды тарқатып, подписчикті 10 000-ға жеткізерейік. Ал енді біз бастаймыз. Қазына мен Сағадат роль ойнайды, мен оператормын, как всегда. Мобилографпын. Давайте, кеттік. Бізде, Қазына мен Сағадат дайын ойынға. Бұл екеуі даладан қазір келді, ойнап, уже түн болып кетті, түн болса да, сонда да түсірейік деп шештік. Соған орай бізде Зердешканың осындай мысығы бар. Мысықты бүйтіп, мына жерге қойып қоятын боламыз, достар. Кошачьи царапины. Ал енді кеттік, давайте. Бастаймыз. Қолыңды үстіге көтересің. Көтересің. Көзіңді жұмасың. Мен легенданы айтам. Жила-была одна молодая дама. У нее было милое... Қазақша айтуға болмай ма? Ушайт. Давай, айта бер. Жила-была молодая дама. Қолын көтер. Жила-была молодая дама. У нее была очень милая кошка. Она мяукала, мурлыкала, но однажды кошку сбила машина. Женщина решила заводить еще одну кошку. Она царапала, шипела. Женщина больше думала, что не будет заводить животных. Кошачьи царапины, кошачьи царапины, кошачьи царапины. Кошачьи царапины. Мама! Не алды? Маңара! Қане? Кетші! Каша? Ну, царапины ма? Қазына, сенің де бетің царапины болып тұр. Ош, мына жер ма? Я, бетің менен, мына жерің.
Айна берейін ба? Көресің ба айнаға? Иә, Қазір тоқтай тұр. ашып жатыр. Міне қазына қара сенбесең. Ай, ашып жатыр, мам. Сен бұл деген TikTokта ойын деп едің ғой, сен бұл ешқандай ойын емес па не сонда? Қазына? Енді ойын ғой сондай. Не ақ бетің тырнап қайдағымыз? Мына мысық тырнап алды ма не? Кетші бар. Кетші. Сен тырнасың да, неге Сакон екеумізді тырнады? Потому что сендер рөлге кіріп ойнабасыңдар. Сағадат. Сағадат. Тұр. Сағадатына түріңді Бетің қара. ашып жатыр ма? Түріңді қара. Бірнеке есінде бар ма? Есінде бірнеке бар ма вообще? Жоқ. Ештеме жоқ па не? Жоқ. Бетім ашып жатыр. Дай зеркало. Не, қарасай. Мама, беттеріңе не болды? Сендердің қазынасы. Жарайды, Сағадаттың беті сонда. А сенің бетің неге өйтіп кетті? Білмеймін, қарасай. Негізі по правилам жатқан адамды ғана тырнау керек қой. А неге сені тырнады онда ол? Мен білмеймін. Сағадаттың беті бір тигрмен алысқандай болып тұр ғой. Не алды? Больно тебе? Да, очень сильно ашып жатыр. Не істейміз қазына? Менде бетім бірнеке ашып жатыр, бір крем керек та ашитын. Суда крем қайда кетті? Суда кремді жағу керек. Қане былай қарашы көрейін. Достар, наңғыраңдар. Бірнесе мутантыға ашып жатыр. Бекер ойнады. Енді бұны қалай жоямыз енді? Қайтып жоюға болады? Білмеймін. Достар, енді біз мынадан қалай құтыламыз? Өз пікірлеріңді комментарийға жазып кетіңдер. Наңғараңдар Сағадат пен қазынаның түрін. Қараңдар достар, Сағадат пен қазынаның түрін. Көрсетші Сағадат түріңді. Көрсет. Наңғараңдар. Анау енді ісіп кете ма, бір бәле ғой, тырнағы әлі ашып жатыр. Не істеуге болады достар, комментария жазып кетіңдер. Ол вообще қашан тырнап үлгерді? Достар, өз пікірлеріңді комментарияға жазып кетулеріңізді сұраймыз. Бұдан қалай құтылуға болады? Қазына мен Сағадат енді өстіп жүре ма? TikToktағы бар бәләні эксперимент жасаймыз деп постоянно өстіп жүреміз ба? Енді достар, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Крем жоқ, крем. Наба, тоқташ. Қолы қан. Наңғараңдар, қолы қан. Мен бірнеке жасыл точкаларды көріп тұрмын ба? Нені? Қандай жасыл точка? Жасыл точка? Не, қарасай? Жасыл емес қой, красный ғой. Ғой. Красный точка ғой. Қане көрсетші. Жоқ, міне, көп кішкентайшы. Мен қайтадан келе. Достар, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Осы кошачий царапинадан қалай құтылуға болады екенін обязательно комментарияға жазып кетіңіздер. Және біздің каналға подписаться етіп, жаңадан біздің каналымызды көріп отқан адамдар подписаться етіп, колокольчик басып және лайк басып кетіңіздер. Ал енді осы видеоны қоңырау шоуды басуды ұмытпаңыздар. Осы видеоны тезірекке шығарайық. Ал енді келесі видеоға шейін кездескенше. Сау болыңыздар.